Бәріңе сәлем. Анимациялық видеоны қалай жасау керек екенін айтамын. Мүмкіндігінше сіздің жеке аниматорыңыз болғаны дұрыс. Бірақ жоқ болса, басқа жолы бар. Бірінші, флипа-клип қосымшасы керек. Взлом. Және екі қосымша көмектесе алады. Filmigo және Convert MP3. Дәл қазір Play Market'тен бастыра аласыз. Енді флипа-клипқа кіріп, проекттің настройкасын дұрыстаймыз. 6 FPS, 1080 пиксель, проекттің атын және фонын қоямыз. Қазір бұл қосымшаның маңызды бөліктерін айтамын. Ең бірінші, маңызды бөліктері. Біріншісі текст, краска, өшіргіш және сурет салуға арналған қалам. Және мына батырмалармен көшіріп көбейтуге болады. Музыканы немесе бір аудио записті қойған кезде, міндетті түрде дауысын азайтып немесе көбейту керек. Мен запис қойған кезде дауысын 20%-ке, не болмаса 10%-ке қоямын. Ең жоғары қабат алдыңғы бөлікте, ең төменгі қабат артқы бөлікте. Бұл қабаттардың бір пайдасы, әр сурет әр түрлі бөлікте тұрады. Сол бөліктерді түзеп қозғалтуға болады. Өшіргіштің көлемін 0%-ке қоямыз. Сол кезде ғана жақсы өшіретін болады. Бұл екі кнопка арқылы, егерде сіз бір нәрсені құртып алсаңыз, оны қайтадан қайтаруға болады. Не болмаса соны қайтару үшін қайтадан қайтаруға болады. Мұндағы екі кнопка арқылы сіз суретіңізді көшіріп, не болмаса оны керісінше аударып, не болмаса төңкеріп, ары да берді түзей аласыз. Бұл түстер сіздің қаламыңызды неше түрлі түске өзгертеді. Үш нүкте арқылы суретті, не болмаса видеоны жүктеуге болады. Сол себепті Filmigo қосымшасына кіріп, сонда жүктейміз. Егерде сізге дауысты видео керек болса, Converter MP3 қосымшасына кіріңіз. Сосын видеоны аудио файл етеміз. Ал енді көрейік. Сіз жақсы сурет сала аласыз ба, әлде мен жақсы сурет сала аламын ба? One family in a sweet harmony.